Қойшыбек мүбәрак пері көші 14 бөлім. Бақбөр мен Кенжеқұл Торлысайға жеткенде Торлысайдағы ауыл енді көшкелі қамданып жатыр еді. Атпен тасырлатып жетіп келгенде әуелі оларды қабаған төбеттер қарсы алды. Кенжеқұл жүрексініп тізгінін тарта беріп еді, Бақбөр оған: "Қорықпа, бұл жай елестер ғана. Төбеттердің көзіне қарамай менімен еріп жүре бер", деп бұйырды. Ат үстіндегі кісіге шапқан иттерге тоқтамай ауылға енді жығылып артылып жатқан үйлердің қасына келген. Ақтылы көп үйде тек екі қыз ғана бар екен. Тура ана уақыттан бергі Кенжеқұлдың көріп жүрген ақмаңдайлары. "Армысыздар, мырзалар?" "Армыз, амансыңдар ма, сұлулар?" Бақбөр мен Кенжеқұл аттарынан түсті. "Біз көшуге қамданып жатыр ек." Әуелі қыздың үлкені сөз алды. "Көш байсалды болсын." "Рахмет. Онда сіздерге сусын берелік. Содан біз көше берсек." Қыздың кішісі екі шара толы қымызды әкеліп жігіттерге ұсынды. Жанында тұрған Кенжеқұлға Бақбөр сыбырлап: "Қымызды ішпе. Қолыңа ала сала анау тұрған ақбас атанның басына шашып жібер. Сонда бұлар көше алмайды", деді. Кенжеқұл қолына шараны ала сала ақбас атанның басына шашып кеп жібергені сол еді. Ақбас атан бір шөкім жүнге айналып кетті. Шырпыр болып жүгірген қыздар енді: "Кешіре гөр бізді, қалағаның болса айт", деп Бақбөрге қолқа салды. "Апамды қайтарып беріңдер. Басқа еш нәрсенің керегі жоқ." Бақбөр мен қыздар көп тәжікелесті. Ақыры үй қайта тігілді. Қыздардың сөзіне қарағанда, апасы айшылық жолдағы төркініне, перілер аулына кетіп қалған екен. Өздері жиеніміз бір іздеп келер, көріп қалалық, деп аялдапты. Әйтпегенде бұларға да үлгертпей кетіп қалар еді. Екеуін ақ отаудың төріне жайғастырып, қыздар аста-төк қонағасы берді. Әрегідік бір сыртқа шыққанда, Бақбөр Кенжеқұлға: "Қыздар бізді күттік деп жалған айтады. Анау күні мен саған кіші қыздың қанатын әкеп берген ем. Соны алып кетуге күткен. Онсыз олар ешқайда бара алмайды деп. Соған ие бол, ұлтарағының астына салып ал. Одан басқа жердің барлығынан тауып алады", деп ақыл айтты. "Қазір кірген соң екеуміз екі үйге кетеді. Сенен сұраса бермеймін де. Тек сандығының түбіндегі Сақинаға ауысамын деп айт. Ол Сақинасын береді. Сақинаны алған соң мен мамық қанатты жоғалтып алдым, таба алмай қойдым" деп сылтауратып отырып алсаң, кіші пері қызы сендік болады. "Ал енді кеттік, үйге кірейік", деді. Айтқандай екі қыз екеуін екі отауға бөліп алып кетті. Енді бұларға қалың адам кейіпті перілер құрақ ұшып қызмет ете бастады. Таудай ет, көлдей қымыз, мың бұралған бишілер, тамылжыта ән салған әншілер, жігіттер сауық сайранмен жатып, бір аптадан аса уақытты өткеріп алған еді. Жалғасы бар.